Даму мүмкіндігі шектеулі балалардың құқықтарын шектемеу, олардың өзге балалар сияқты білім алуына мүмкіндік жасау. Сонымен қатар арнайы білім берудің өзекті проблемалары. Бұл жөнінде облыс орталығында арнайы білім, тәжірибе, проблемалар мен даму перспективалары атты республикалық конференцияда талқыланды. Жиынға арнайы қатысқан Солтүстік Қазақстан облыс әкімінің орынбасары Анархан Дүйсенова өз баяндамасында арнайы білім беруде инклюзивті білімнің маңыздылығын атап өтті. Инклюзивті оқыту негізінде балалардың қандай да бір дискриминациясын жоққа шығару, барлық адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге оқытудың ерекше қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай қалыптастыру идеологиясы жатыр. Осы бағыт балалардың оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру жағдайын қалыптастырады. Қазақстан арнайы заңнамасы мүгедектерді қорғайтын құқықтары бар 45 елдің қатарына кіреді. Осыған байланысты республикада мүмкіндігі шектеулі жандарға барлық жағдайлар жасалуда. Бірақ даму мүмкіндігі шектеулі балаларды кәсіптік еңбекке даярлауда, арнайы білім беруге арналған педагог кадрлар даярлауда. Сапалы білімге қол жеткізуде бірқатар мәселелі сұрақтар да бар. Конференция барысында Ақтөбе облысы білім басқармасы бөлімінің жетекшісі Алтынгүл Әуесхан арнайы білім беру саласындағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламентіне тоқталды. Мүмкіндіктері шектеулі балаларды психологиялық, медициналық, педагогикалық тексеру және оларға консультациялық көмек көрсету мемлекеттік көрсетілген қызмет регламенті. Бұл регламент бойынша бізде қиындықталар жұмыс жасайды. Өздеріңіз білесіз. Келесі дамуында проблемалар бар балалар мен жасөспірімдерді оңалту және әлеуметтік бейімдеу мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті. Бұл регламент бойынша бізде психологиялық, педагогикалық түзеу кабинеттері, оңалту орталықтары жұмыс жасайды. Конференция барысында даму мүмкіндігі шектеулі балаларға білім берудің өзекті проблемалары талқыланып, арнайы білім беру педагогтары өз тәжірибелерімен алмасты.